Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алдыңғы өткен тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Алдыңғы сабақтың тақырыбы бізде түзудің жалпы және кесінділік теңдеуі және бұрыштық коэффициент болған. Енді біз бүгін сол тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Бізде есеп берілген мына теңдеулерді кесінділік түрге келтіру керек. Енді біз еске түсірейік. Кесінділік түрі деген бізде x бөлінген a қосылған y бөлінген b тең 1. Бұл бізде кесінділік түрі. Енді осы түрге біз берілген есептерді келтіруіміз керек екен. Енді қайтадан еске түсіреміз. А бұл бізде x осымен x осымен қиылысу. Б бізде y осымен қиылысу. Енді біз бірінші есепті жазайық. А тең 2x минус 3y тең 6. Енді бізде ең бірінші x тең 0 деп аламыз. X-тің орнына 0 беретін болсақ, бізде минус 3y тең 6 болады. Y тең минус 2. Y-ге 0 беретін болсақ, бізде 2x тең 6 болады. X тең 3. Енді мына жерде біз A мен B-ның орнына сандарды қоямыз. X бөлінген 3. Яғни мына жерде бізде A тең 3 болады, B тең минус 2 болады. Қосылған. Бізде мынау минус 2-ге тең, сонда азайту болады. Минус y бөлінген 2 тең 1. Міне, бұл бізде ең бірінші есептің жауабы болады. Бұсын 3x азайтылған 2y қосылған 4 тең 0. Енді бұл жерде x тең 0 болатын болса, минус 2y тең минус 4. Y тең 2. Y 0-ге тең болатын болса, 3x тең минус 4. X тең минус 4 бөлінген 3. A тең минус 4 бөлінген 3. B тең 2. Демек, бұның кесінділік теңдеуі x бөлінген алды минус 4 бөлінген 3 қосылған y бөлінген 2 тең 1. Ал бізде A, ал бізде B. Міне біз осы екі есепті шығардық. Үшбұрыштың үш қабырғасының теңдеулері берілген. Үшбұрыштың аудандарын табыңыздар. Енді біз есепті жазайық. X қосылған 5y азайтылған 7 тең 0. 3x азайтылған 2y минус 4 тең 0. 7x қосылған y қосылған 19 тең 0. Міне бізде осындай 3 теңдеу беріліпті. Үшбұрыштың ауданын табу керек. S үшбұрыш тең белгісіз. Енді бізде мысалы кез келген осындай үшбұрыш берілді дейік. Осының қабырғалары, міне 3 қабырғасын. Бұлардың біз бас нүктелерін табу үшін қиылысу нүктелерін табамыз. Демек, біз бірінші мен екінші екеуінің қиылысу нүктелерін табамыз. Екеуінің қиылысу нүктесін табу үшін, мысалы, біз екеуін жазамыз да, минус 7 тең 0. 3x азайтылған 2y азайтылған 4 тең 0. Енді осы жерден біз x пен y табамыз. Сол кезде біз оның бас нүктесінің координаттарын табамыз. Мысалы, мына жерде қандай да бір x, y деген сияқты. Енді біз мынау біріншісін минус 3-ге көбейтейік. Сонда минус 3x минус 15y қосылған 21 тең 0. 3x минус 2y минус 4 тең 0. Енді екеуін қосатын болсақ, біз x-тар жойылып кетеді, минус 3x пен плюс 3x. Сол кезде минус 15y минус 2y минус 17y. 21 минус 4 бұл бізде 17 тең 0. Y тең бізде минус 17, y тең минус 17, y тең 1. Y-ге 1-ге тең. Енді біз мына бірінші жерге, мына жерге y-тің орнына 1 қоятын болсақ, x қосылған 5
азайтылған 7 тең 0. X тең, мына бізде минус 2 болады да, мына бетке өтіп 2 болады. X 2-ге тең, Y 1-ге тең. Демек, ең бірінші мысалы біз А нүктесі деп алайық бұны. X 2-ге тең, Y 1-ге тең. Осылай біз мына соңғы 2 теңдеуді де координаталарын табамыз. Ол үшін жазып алайық. 3x азайтылған 2y азайтылған 4 тең 0. 7x қосылған y қосылған 19 тең 0. Міне. Енді мына жерде бізде мынау минус 2y, мынау y 2-ге көбейтеміз екінші теңдеуді. Сол кезде 3x азайтылған 2y азайтылған 4 тең 0. 14x қосылған 2y қосылған 38 тең 0. Енді қосатын болсақ, міне мынау минус 2y плюс 2y жойылып кетеді. Сонда 3 қосылған 14, 17x минус 4 плюс 38 бізде 34 болады, қосылған 34 тең 0. 17x тең минус 34, x тең минус 2. Енді біз мына жерде x-тің орнына минус 2-ні қоятын болсақ, сол арқылы y-ті өрнектейміз. Сонда 3 көбейтілген минус 2 азайтылған 2y азайтылған 4 тең 0. Сонда минус 6 минус 2y минус 4 тең 0. Минус 2y минус 10 тең 0. Минус 2y тең 10. Y тең минус 5. Демек, бұның координаталарын біз v деп жазайық. X минус 2-ге тең, минус 2, Y минус 5-ге тең. Міне. Бұны таптық. Енді біз, міне, мына бірінші мен екіншіні істедік. Екінші мен үшіншіні істедік. Енді бірінші мен үшіншінің нүктелерін табамыз. Ол үшін біз жазып алайық. X қосылған 5y қосылған азайтылған 7 тең 0. 7x қосылған y қосылған 19 тең 0. Міне. Мынау бізде 5y, мынау y. Екінші теңдеуді біз минус 5-ге көбейтейік. X қосылған 5y азайтылған 7 тең 0. Так, минус 35x минус 5y минус 95 тең 0. Міне. Плюс 5y минус 5y екеуі жойылып кетеді. Сонда x минус 35x минус 34x минус 7 минус 95 минус 103 бола ма? 102 болады, я? 102 тең 0. Минус 34x тең 102, x тең 3 болады, минус 3 болады. X-ін тауып алдық. Енді дәл осы x-ті бірінші теңдеуге қойып, біз y-ті тауып аламыз. Минус 3 қосылған 5y минус 7 тең 0. 5y тең 10. Y тең 2. X мен y-ін таптық. Енді бұны с деп жазайық. X минус 3-ге тең, y 2-ге тең. Міне. Енді қарайық. Біз міне А нүктесін таптық, В нүктесін таптық, С нүктесін таптық. Енді бізде міне қандай да бір берілген үшбұрыш. Осының мына 3 нүктелерін тауып алдық біз. Енді біз үшбұрыштың ауданын алдыңғы сабақтарда өттік. Үшбұрыштың ауданының формуласын еске түсірейік. S тең плюс минус 2-ден 1 x1 y1 x2 y2 қосылған x2 y2 x3 y3 қосылған x3 y3 x1 y1. Міне осындай матрица түрінде біз оңай есімізде сақтаймыз, визуалды түрде. Енді біз жаңағы нүктелерімізді жазып алайық. А бізде 2-де 1, В бізде минус 2-де минус 5, С бізде минус 3-де 2.
минус 3-те 2. Мынау бізде x1, y1, x2, y2, x3, y3. Енді берілген формулаға қоямыз. Сол кезде бізде s тең плюс-минус 2-ден 1. Неге плюс-минус? Өйткені бізде мынаның ішінен минустан шығатын болса, ол минусқа көбейтіліп плюс болады. Яғни бізде аудан қашанда оң санмен шығуы керек. Кеттік. Енді x1, y1 орнына қояйық. 2, 1, x2, y2 бізде минус 2, минус 5. Кеттік, қосамыз. x2, y2 минус 2, минус 5, x3, y3 минус 3, 2. Қосамыз. x3, y3 минус 3, 2, x1, y1, 2, 1. Міне. Енді осыны шығарамыз. Бұл бізде өте оңай. Бұл бізде барлығымыз білетін анықтауыштар, иә. Плюс-минус 2-ден 1. Өйстіп жазайық. Так, біз ауызша көбейте берейік бірден. Мынау бізде минус 10. Мынау бізде минус 2. Арасы азайту болады. Минус 10 плюс 2, минус 8. Минус 8. Мынау бізде минус 4. Мынау бізде 15. Арасы азайту болады. Минус 4, минус 15. Минус 19. Минус 19. Мынау бізде минус 3. Мынау 4. Арасы азайту болатын болса. Минус 3, минус 4. Ол бізде минус 7. Минус 7. Кеттік. Енді. Так, мынау бізде қанша болады? Минус 27. Минус 7. Ол бізде минус 34. Минус 2-ден 1 көбейтілген минус 34. Ол бізде 17-ге тең. Демек, берілген үшбұрыштың ауданы бізде 17-ге тең болады екен. Осымен біз берілген есепті аяқтадық, иә. Бізден тек үшбұрыштың ауданын ғана сұраған екен, міне. Бұл бізде есептің жауабы. Енді бізде мына түзулерді салыңыздар. Енді біз бұл жерде графикпен жұмыс жасаймыз. Графиктерді салып алайық, міне. Бұл бізде өте оңай есеп. Міне. Енді біз бәріміз білеміз. Берілген түзу бізде кесінділік түрде берілген. Кесінділік түрдің жалпы формасы бізде, так, мына жерге жазып қоя салайын. X бөлінген A қосылған Y бөлінген B тең 1-ге тең. Енді A бізде X осымен қиылысқан болатын болса, біз барлығының X, Y-тарын жазып алайық. Мынау бізде X, Y, X, Y-ге. X, Y, X, Y. Енді қарайық. Мынау бізде A 2-ге тең, B 6-ға тең. A 2-ге тең деген мына жер примерно міне 2. Мынау 6-ға тең 1, 2, 3, 4, 5, 6. Примерно. 2 нүктені таптық. Енді 2 нүктені қосамыз. Сол кезде бізде берілген түзу шығады. Қосатын болсақ. Міне. Бізде бірінші есеп. Мынау бізде екінші есеп бос жерге сызайық. 5-ге тең, минус 4-ге тең. X 5-ге тең. 1, 2, 3, 4, 5. Y минус 4-ге тең. 1, 2, 3, 4. Жер минус 4. Енді екеуін қосамыз. Міне. Мынау бізде екінші есеп. Енді үшінші есеп. X минус 3-ге тең. Минус 1, минус 2, минус 3. Y 2-ге тең. 1, 2. Енді осы екеуін қоссақ. Міне, бұл бізде үшінші есеп. Енді бізде төртіншісі. X минус 6-ға тең. Y минус 3-ге тең. X минус 6-ға тең. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6. Минус 6. Y минус 3-ге тең. Минус 1, минус 2, минус 3. Екеуін қосамыз. Не, бұл бізде төртінші есеп. Берілген түзулерді салдық. Осымен біздің есебіміз аяқталды. Сіздерді дәл осы сабақта көргеніме өте қатты қуаныштымын. Берілген сабақ сіздерге пайдалы болсын деген ниеттемін. Каналға тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше.